Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез даярланатын ыстық тағам гуляш даярлайтын боламыз. Гуляш даярлауда көп уақытыңыз кетпейді, әрі дәмді аспен жақындарыңызды қуантасыздар. Видео рецепті көрмес бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Сонда сіз күнделікті ерекше тағамдардың рецептін жіберіп алмайтын боласыз. Алдымен пюре жасаймыз. Картопты тазалап жуып алғаннан соң оны ірі бөліктерге бөлеміз. Туралған картоптың барлығын суға саламыз. Суға бір ас қасық тұз қосып, жақсылап араластырып газға қоямыз. Жарты сағат көлемінде картопты пісіреміз. Сиыр немесе қой етін жұқа төртбұрышты бөліктерге бөлеміз. Пиязды ұсақ төртбұрышты бөліктерге бөліп даярлап аламыз. Бір дана сәбізді тазалап жуып, оны майда күштен өткізіп аламыз. Бұл тағамда негізінен сәбіздің қосылуы міндетті емес, өзіңіз қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Келесі кезекте қазанға май құйып қыздырамыз. Қазанға туралған етті салып, барлығын жақсылап араластырып, етті шамамен 10 минут көлемде қуырамыз. Келесі кезекте қазанға майдалап туралған пиязды салып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да шамамен 10 минут көлемінде пиязды қуырамыз. Пияз сарғаюы тиіс. Шамамен 10 минуттан соң күштен өткізілген сәбізді салып, барлығын жақсылап араластырып, тағы да 10-15 минут көлемде қуырамыз. Қуырған уақытта газдың отын баяулатып қоямыз және қазанның қақпағын жауып қоямыз. Сәбіз қуырылып болғаннан кейін қазанға бір стакан су құйып, жақсылап барлығын араластырып, оның бетін жауып, ет толық піскенге дейін шамамен 1 сағат көлемде бұқтырамыз. Картоп піскен бойда ыстық картопқа 3 ас қасық сары май саламыз. Және шамамен 100 мл ыстық сүтті құйып, барлығын жақсылап еземіз. Егер картопты пісірген уақытта салынған тұз жеткіліксіз болса, тұз салсаңыздар болады. Осымен біздің пюреміз дайын. Келесі кезекте бір ыдысқа 1 ас қасық томат, 1 ас қасық сметана және 1 ас қасық ұнды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оған 1 стакан су құйып, ешқандай түйіршік қалмағанға дейін жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі болуы қажет. Қазандағы ет 1 сағат көлемінде бұқтырылып пісті. Енді осыған даярлап алған сұйықтығымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Шамамен 5 минут көлемінде осы соусымыз қоюлануы тиіс. Газдың отын баяулатып, 5 минут көлемінде араластырып отырамыз. Осымен біздің дәмді асымыз дайын. Оны тарелкаға салып, дастарханға ұсынсаңыз болады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Алдағы уақытта тағы да өте керемет тағамдардың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жаңа рецепті жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып, менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге алғыс айтқым келеді.